Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді пончиктердің рецептісімен бөлісемін. Арасына осындай начинкасымен жасалынады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, 1 ас қасық ашытқы, 3 ас қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен ерітілген сары май, 1 жұмыртқа салып, тағы да кішкене араластырып, ұнымызды міндетті түрде ситадан, яғни елеуіштен өткізіп салып, бірінші қасықпен осылай жақсылап араластырып аламыз да, кейін қолдың көмегімен илей отыра жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Ең соңында 2 ас қасық сұйық май қосып, тағы да жақсылап илеп жібереміз де, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Ашыған қамырымызды алып, астынан осылай кішкене ұн сеуіп жібереміз. Қамырымызды илеп, кішкене епке келтіргеннен кейін жаятын боламыз. Қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Бауырсақтан кішкене қалыңдау етіп жайсаңыздар болады. Осындай кез келген стаканның астымен дөңгелек формаларға кесіп аламыз, және де жан жағындағысын алып тастап, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Табамызға май құйып, қаттырақ қызғаннан кейін ғана барып, біздің пончиктерімізді саламыз. Міне біздің пончигіміз осындай кішкене қалыңдау болуы керек. 2 бетінен қызартып пісіріп аламыз. Барлығын пісіріп болғаннан кейін осындай кондитерлік мешокқа кез келген осындай форманы салып, арасына мен нутелла қосатын боламын. Сіздер қойылатылған сүт немесе қойылатылған кремді пайдалансаңыздар да болады. Арасының барлығын осылай салып шығып, бетіне сақырны пудра сеуіп қоямыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Міне қарап тұрғандарыңыздай, тәбетті ашарлықтай осындай дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған арайлым.